отбасыда өстім. Үйдің үлкендері ағаларым, ал мен және сіңілім кенжелер едік. Әкем бізді ерекше жақсы көріп еркелетіп отыратын. Анам екеуінің арасындағы махаббатқа сырттай сүйсініп іштей қызығатынбыз. Олар шын мәнінде бір-біріне серік, өмірдің бар қиындығы мен қуанышын бірге көтерген жұп болатын. Алайда бәрі бір күнде өзгерді. Анам 45 жасында кенеттен жоғары қан қысымынан көз жұмды. Сол кезде мен оқуымды енді ғана аяқтап, жұмысқа тұруға дайындалып жүрген едім. Кіші сіңілім болса мектеп оқушысы, ал ағаларым әлдеқашан өз алдына шаңырақ көтеріп, әке-шешем немере сүйіп, бақытты ата-әже атанған шақ болатын. Анамның қазасы біздер үшін өте ауыр болды. Қанша жаста есейсек те ананың орны бөлек қой. Жанымыз жабырқап, анамызды сағынып жүрдік. Уақыт емші ғой, тірі адам тіршілігін жалғастырады демекші, әрбіреуміз өз жұмысымызбен кеттік. Мені жұмыс қабылдап қойған, жұмысым оқу оқыған қалада болатын. Неше жыл сол жақта жүргесін сол жақтан жұмысқа тұрдым. Әкеммен қоштасып, қалада әкем пәтер жалдап берген еді. Сіңілім мектеп бітірсе қасымда болады деген оймен пәтер жалдады. Ол кезде сіңілім 10 сынып оқитын. Пәтеріме көшіп келіп жұмысқа дайындалдым. Алғашқы күнім сәтті өтті. Жаңа орта, жаңа өмір, бәрі жарқын болашақтың бастауы сияқты көрінген. Мұғалім мамандығым бала күнімден армандаған қызметім еді. Бірақ уақыт өте келе көзім ашыла бастады. Ұжымдағылардың сырттай мәдениетті көрінгеніне алданған екенмін. Әйелдер мен ер адамдар арасында қатынастар бәрі шынайы достық пен әріптестікке емес, көңілдестік пен аярлыққа құралғанын кейін ұқтым. Әдепсіз әңгімелер, екіжүзділік, өсек пен ғайбат, осының бәрі мені күйзелтті. Сол ортаның өзі мені іштен қажыта бастады. Солай жүргенде жаңадан мұғалім жігіт келді. Физика пәнінен мұғалім. Ол жігітке де неше түрлі әйелдер жабысып, өзімен болуға ыңғай танытып, қалжың сөздермен тиісіп жүрді. Бірақ ол жігіт мені таңдады, менің жанымда жүріп, өзіне ғашық етті. Сөйтсем бұл сушақ басты олар сияқтының бірі екен. Адам тани аламын деген мені өзіне ғашық етіп пәтеріме тұрып алды. Бір пәтерде тұрған біздер сезімге еріксіз беріліп жатып қойдым. Ол жігіт маған көп уәде беріп, жүкті екенімді білген бойда жұмыстан шығып қашып кетті. Мен ол жігітті қалай сүйдім, сол себепті ме екен ішімдегі сәбиімнен ертерек құтылуға асықтым. Ол жігіт қайта келеді деген үміттеніп жүрдім. Әріден бала алдыруға қатты қорықтым. Әріптес әйелдерден сұраған сайын неше түрлі нәрсені естіп қорқып жүргенде, баяғы жігітімді дәмханада көріп қалдым. Қасында әйелі мен баласы бар екен. Ештеңеге қарамай олардың қасына жетіп бардым. Сен қайда жоғалдың? Ішімдегі бала 4 ай болды деп айқайлап едім. Әйелі орнынан тұрып шашыма жабысты. Осындай салдақыларың таусылмады ғой сенің, тағы қандайы бар еді, алдыма әкел деп күйеуіне қарап мені итеріп жіберді. Ол жерде шағын төбелес болды. Ашуланып мен де қарап қалмай стакан тарелканы лақтыра беріппін. Ол албасты еркектің кесірінен екі әйел де жапа шектік. Мен де ол да сындырған заттарымыз үшін ақша төлеп әрең кетістік. Сол кезде ғана ашумен ішімдегі нәрестені алдыруға барғанда бәрі кешеді. Бала өсіп кеткен еді. Қатты қиналдым. Не істерімді білмей өзіме қол салып өлгім келді. Қатты күйзеліске түсіп жүрдім. Ішімді білініп келеді. Сол кездері әкем мені іздеп үйге келді. Амандық, саулық сұрап, көңілі мені алаңдатып тұрғандай. Қанша жасырғым келсе де бәрібір ішім көрер еді. Ойланып әкемнен ештеңе жасырғым келмеді. Жылап отырып бар шындықты айттым. Әкем, ауыр көрсін, бәрі жақсы болады. Бұл бала менің балам болады. Жұмыстан шық. Қасында бол, үйге кетеміз деді. Әкешім, ағаларым үйге кіргізбейді деп барғым келмеді.
Бірақ әкем сөзінен қайтпай мені ауылға келді. Ауылдағы акушеркеге барып тіркелу керек болды. Содан бастап ауыл мені өзектей бастады. Жүкті екенімді тайға таңба басқандай ел-жұрт білді. Ағаларым қатты ашуланып түгімді қоймай ұрысқанда әкем қарсы тұрып: «Кетіңдер, қызыма бір ауыз сөз айтушы болмаңдар» деп бәрінің аузына қақпақ болды. Жеңгелерім де сумаңдап тиісіп: «Тыныш жүрсе бұлай болмас па еді, ел-жұртқа қараудан қалдық» деп айтып қалды. Бұндай кезде әкем: «Келін шырақ, қызымды тағдыр сынады, сол үшін қызымды қорлағым келмейді. Ел-жұрт үшін өмір сүрсең бұл үйден кет, ақ батамды бердім, бөлек шығыңдар» деп барлығымыздың көзінше айтты. Содан кейін ешкім ешқандай сөз айтпады. Менің ұлы қорғаным тек әкем екен. Жүкті болсам да қолымды сұраушылар келді. Әйелден ажырасқан, әйелі қайтыс болған, өзімнен үлкен кісілер. Әкемнің қарындасы бар еді. Сол үйге келіп: «Мына қыз тумай тұрып анау сұрап жүрген пәленшеге бер» деп әкемді көндіргісі келді. Сонда әкем маған қарап: «Қызым өзі қаласа барады, қаламаса күштеп ешкімге бермеймін» деді. Ал менің ешкімге де күйеуге шыққым келмеді. Әкем байғұс бар жағдайымды жасады. Не ішем, не киемін деп дегізбеді. Баланы босанып роддомда жатқанда байғұс әкем тамақ тасып екі ортада жүрді. Жеңгелерім мені жек көрді. Тек әкем мен анамның орнында бар жағдайымды жасап жүрді. Роддомнан шығарып алғанда әкем мен оқушы сіңлім еді. Үйге келгенде ешкім жақтырмады. Содан әкеме қаладағы пәтерге барып тұрайық деп өтіндім. Сіңлімді мектеп бітіретін болды. Содан әкем пәтер жалдап қалада өзіміз тұрып жаттық. Әкем балажан кісі ғой, жиенін қатты жақсы көрді, ұл бала еді. Тек баланы емізгенім болмаса, әкем өзі бағып өзі өсірді. Ұлым жасқа толмай жұмысқа шығып кеттім. Сіңлім де оқуға түсіп оқып жатты. Арада 4 жыл өтті дегенде өз теңімді тауып тұрмысқа шықтым. Әкем ұлымды бермей өзі бақты. Сіңлім де тұрмысқа шығып кеткен. Ұлдарының қолына қайта барып ұлымды нағыз еркекше секілді тәрбиелеп өсірді. Әкеме бас иемін, мені қолдамаса сол кезде өзімде ішімдегі сәбиде өлтірер едім. Қазір 3 балам бар. Тұңғышыммен жиі араласып, ол мені анасы екенімді біледі. Өкей ағасын аға деп атайды, нағашы атасын әке дейді. Қазір ұлым мед академияның 7-ші курсында оқып жатыр. Атасының тәрбиесі ғой. Ешқандай жаман қылығы жоқ. Жаза басқан менің көз жасымды таңдаған әкемді қатты жақсы көремін. Алла ұзақ ғұмыр берсін.